Сәлем құрметті көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Видео астында бір ғаналық түймесін басуды ұмытпаң. Шымкент қалалық онкологиялық орталығында жатыр мойны қатерлі ісігінің алдын алу мақсатында өткен ашық есік күнінде тексерілуге келген 2 пациенттен ауыр дерт анықталған. Мамандар дәл осы қабылдауда 2 әйелден қатерлі ісік, 16-сынан обыр алды аурулар және 35-тен басқа да ауру белгілерін анықтаған. Дәулетбек Жұмағали, Шымкент қаласы онкологиялық орталығы директорының орынбасары, қатерлі ісікке шалдыққан және обыр алды анықталған науқастар орталықта толық тексеруден өтетін болса, түрлі гинекологиялық ауруларға шалдыққандар жергілікті емханаларға жолданды. Тексеру барысында онкогинекологтар, ОЗД дәрігерлері, цитологтар 50-ден астам қыз-келіншекті тегін тексерулерден өткізіп кеңестер берді. Қабылдауда 46 пациент арнайы тексеруден өтсе, 18 әйелге ультрадыбыстық тексеру жасалды.